14 жасқа толған балаларға арналған. Өр өлкенің өзидары өз жұмысын жалғастырады. Ассалаумағалейкум, қадірлі телекөрермендер. Эфирде арнайы хабар. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы отбасы ұлттың тірегі деп аталады. Студия қонақтарымен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Түленбаев Айзат Жайлауұлы, Маңғыстау облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары, және Елемесова Айша Заманбекқызы, Ақтау қалалық азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің басшысы. Құрметті спикерлер, төл арнаның төріне қош келдіңіздер. Енді әңгімеміздің айқасасын былай бастайық, Айзат мырза. 22-ның екінші жексенбісі отбасы күні екенін білеміз. Қазіргі таңда өңірде отбасын құрудың деңгейі қалай болып жатыр өзі? Рахмет. Отбасы құру көрсеткіші жылдан жылға динамикасы өсіп келе жатыр. Жалпы мәселен 2020 жылға дейін 2017 жылы 5500, 2018 жылы 5600 неке тіркелген болса жылына, 2019 жыл бұл көрсеткіш азы төмендеді, 4844-ке дейін. 2020 жылы пандемияға қарамағыстан осы деңгейде қалды. 4900 неке жылына тіркелді. 2021 жылы 4972-ден 20 жылы 5617 неке тіркелді. Бұл едәуір 700 некеге артық, 800 некеге артық неке тіркелді. Көп, артық емес, көп. Биылғы жылдың 6 айында, жарты жылдығында 2271 неке тіркеліп отыр өңірімізде. Жалпы динамика баяу, бірақ өсіп келе жатыр. Енді әрине өңірдің тұрғындарының саны, халық саны артып келе жатыр. Соның да салдарынан неке табиғи түрде өсіп келе жатыр. Енді бұл халық санынан шаққанда орташа деңгей. Жаппай бәрі некеге тұрып жатыр емес, өзі табиғи өсу жолымен келе жатыр некені тіркеу. 5000 бір жылға, өткен жылға 5617 неке тіркеліп отыр. Сонда енді мынандай сұрақ, жалпы енді адамның өмірге келуі, енді ол жаңа перинаталды орталықтан басталады, ана мен бала орталығына. Содан кейін енді ол құжат рәсімдеуге келгенде екінші қадам бұл әділет органдарынан басталады, яғни сіздердің құзыретіңіздегі уәкілетті орган. Айтып өтіңізші, жалпы қазіргі таңда әділет органдары қандай қызмет түрлерін көрсетіп жатыр, және оның саны қанша? Азайып келе жатыр ма, жылдан жылға көбейіп келе жатыр ма? Себебі бір қызметті екінші неге беріп жатқан жағдайларды білеміз. Сол мемлекеттік қызмет көрсету деңгейі туралы айтып өтсеңіз. Сіз дұрыс айттыңыз. Кейбір қызмет түрлерін, функцияларын әділет органдарынан басқа мемлекеттік органдарға, оның үшін мемлекеттік корпорацияға, азаматтарға арналған үкімет беріп жатыр. Біз бүгінгі тақырыбымыздың арқауы азаматтық хал актілерін тіркеу отбасы. Бұл функцияда әділет органдарынан жергілікті атқарушы органдарға, яғни әкімдіктерге 2015 жылы берілген. Қазіргі некені тіркеуді, тууды тіркеуді және басқа да азаматтық хал актілерін тіркеуді жергілікті атқарушы органдар жүргізеді, яғни әкімдіктер. Ал әділет органдарында әлде өзінің басқа функциялары бар. Ол коммерциялық емес заң тұлғалар тіркеу, үкіметтік емес ұйымдар жатады оған. Сот актілерін орындауды бақылау және басқа да осы негізгілері. Азаматтық хал актілерін тіркеу саласына қатысты бұл әдістемелік көмек және бұл салаға бақылау жүргізеді әділет органдары әлде. Енді тағы да қандай функциялар берілді деген кезде айтып өтуге болады. Жылжымайтын мүлік тіркеу функциясы әділет органдарынан азаматтар арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына берілді 2018 жылдың екінші жартыжылдығынан бастап. 2019 жылдың екінші жартыжылдығынан бастап коммерциялық заң тұлғалар тіркеу функциясы ол да азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына берілді. Яғни коммерциялық заң тұлғалары бізде танымал жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер бар. Олар тіркеуді қазір азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорация жүргізеді. Бірақ енді сіз дұрыс айтып отырсыз, жылжымайтын мүлік тіркеу десе де, азаматтық хал актілерін тіркеу десе де, жауапкершілігі шектеулі серіктестік тіркеу десе де, әлде халықтың аузында бірінде әділет органдары түседі. Бірақ енді бірте-бірте енді халық үйренісіп, жаңағы
функцияны тиісті органдарға берілгендігін түсінетін шығар деп ойлаймын. Енді үйренетін шығар, түсінеді, үйренетін шығар. Енді осы жерде тағы да айтып өту керек. Осы жыл шілде айында заң қабылданды. Азаматтық хал актілерін тіркеу функциясы жергілікті атқарушы органдардан келесі жылдың шілдесінен бастап азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына беріледі. Бұл функцияны азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жүргізетін болады ары қарай. Түсінікті. Рахмет. Енді жалпы мына некені тіркеудің тәртібі туралы айтып өтсеңіздер. Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдері Қазақстан Республикасында тууды тіркеу, тууды қалпына келтіру, некені тіркеу, некені бұзуды тіркеу, қайтыс болуды тіркеу, тегін атын, әкесінің атын өзгертуді тіркеу, акт жазбаларын жою сияқты мемлекеттік қызметтерді көрсетеді. Бұрын мемлекеттік қызметтердің саны 10 болатын болса, қазіргі кезде оңтайландыру және халыққа жеңіл болсын деп оңтайландыру арқылы қазіргі кезде 8 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Бұрынғы мемлекеттік қызметтер, мысалы, әкелікті анықтау немесе бала сарбалау туралы қызметтер, тууды тіркеу мемлекеттік қызметімен бірге бірлесіп қосылып, қазіргі кезде қысқартылып 8 түрлі мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде неке қию туралы сұрап отырсыз. Неке қию туралы мемлекеттік қызмет көрсету, халыққа қызмет көрсету ЕГОФ арқылы, яғни электронды түрде өтініш қабылдау арқылы, және осы жергілікті тіркеуші органдар, яғни ахат бөлімдеріне келіп өтініш беру арқылы жүргізіледі. Ол кезде ол Қазақстан Республикасының азаматының 18 жасқа толуы немесе басқа мемлекеттердің азаматтарда тіркеу кезінде олардың өздерінің сол мемлекетте бір некеге тұрмағандығы туралы дәлелдейтін құқықтық құжаттары болу керек. 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтарымен неке отыру бұрын некеде тұрмаған болса жүргізіледі. Неке қиюды тіркеу электронды түрде өтініштер беру арқылы тіркеледі. Биылғы жылы бізде былтырғы жылы 2161 неке қиылған болатын болса, биылғы жылы 1638 бүгінгі күнге неке қию туралы акт жазбалары тіркелді. Оның ішінде 18 жасқа толмаған 10 неке қию туралы акт жазбалары олардың неке жасын төмендету арқылы тіркелді. Осы неке қию туралы акт жазбаларына тоқталсақ, оның ішінде 65-70% жастар арасында. Қалғанда мына екінші некеге тұру, үлкен жастағы адамдар, жастардан жоғары азаматтармен тіркелді. Неке қию кезінде электронды өтініш беру қазіргі кезде ЕГОФ арқылы барлық жағдай қарастырылған. Қолтаңба арқылы өзіміздің ахат бөліміне келіп те біздің өзімізде түсіндіріп жүргіземіз, немесе өздері үйінде, немесе жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы ЕГОФ порталдары арқылы беруге болады. Қазіргі бізде көрсетіліп отырған мемлекеттік қызметтің 1632 мемлекеттік қызметтің 80% электронды түрде өтініш қабылданып тіркеліп отыр. Соңғы жаңалықтарға тоқтала кетсек, 27 шілдеден бастап жаңа кодекске жаңа өзгерістер енгізілді. Бұрын бір ай мерзім ішінде өтініш қабылданатын, өтініш бергеннен кейін бір ай мерзім күтіп, содан кейін неке белгіленген күні неке қиылатын болса, қазіргі кезде 15 күнге қысқартылды. Ол 15 күнде де, егер де ортақ балалар болса, немесе басқа да әртүрлі жағдайларды құжаттармен толықтырған кезде, ол күндерде қысқартылуы мүмкін. 15 күннің ішінде қазір неке қиылып жатыр. Яғни толықтырып өтейін, яғни бәріміз білеміз, халықтың жанында қалыптасып қалған некеге өтініш бергеннен кейін бір айдан кейін неке тіркеледі. Қазір ол осы шілде айының соңынан бастап 15 күнге қысқарды. Яғни өтініш бергеннен кейін 15 күннен кейін тіркеледі. Бұрынғыдай бір ай емес. Жаңағы некеге тұрудың, өтініш берудің жолдарын айтып өтті. Ол келу арқылы азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне және ЕГОФ порталы арқылы электронды түрде. Біздің жаңағы Айша Замбекқызы айтып отыр, 80% электронды түрде жүргізіледі десе, неке қию өтініш беру электронды түрде беріледі десе, ол қала бойынша, облыс орталық бойынша, облыс бойынша 85-90% электронды түрде өтініш беріледі қазір. Енді бұл жерден азаматтарға да ыңғайлы некеге тұратын. Оның уақытын алып, азаматтық хал актілерін тіркеу бөліміне бармай, үйінде отырып та өтініш бере алады. Уақытын алмай-ақ. Енді жаңағы цифрландыру жүйесіне көшудің бірден бір көрінісі.
Иә, бұл жерде енді президенттің тапсырмасы бар ғой, яғни мына қызмет алушы мен қызмет берушінің арасында байланысты азайту. Бұл енді бір жағынан сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға өзінің септігін тигізеді. Демек, сонда қазір мына сандық Қазақстан, яғни мына цифровизация бойынша осы жұмыстар жүйелі түрде жүргізіліп жатыр, және де бұрынғыша қағазбастылық деген азайды, солай ма? Солай. Оның үстіне тек қана некеге тіркеу ғана емес, баланың тууын тіркеуде электронды көп басым бөлігі электронды түрде көшті. Бұрынғыдай азаматтық актілерін тіркеу немесе халық қызмет көрсету орталығына бару арқылы қазір туу туралы өтініш, туу туралы куәлік шығармайды. Сол перинаталдық орталықтың өзінен SMS арқылы, егов арқылы өтініш бере алады. Және қазір олар біріктірілді бірнеше қызмет. Бір туу туралы тууды тіркеуге өтініш бере отырып. Бұрынғыша мынау ұзын-сонар кезек бар ма? Қағазбастылық, бюрократия. Кезек жоқ. Қазір электронды түрде өтініш берген кезде бірден жәрдемақыға, пособияға, балабақшаға кезекке қоя алады бірден. 3 қызметті бірден. Ол бұрын әрқайсысына бөлек өзі бару керек еді. Енді мына жерде мынандай сұрақ, неке қию және неке бұзу, сонымен қатар туу көрсеткіштері туралы айтып өтсеңіздер, жалпы статистика не дейді? Статистика облыс бойынша айтайын, өткен жылы 23.474 бала дүниеге келген, тіркелген туу. Бұл өткен жылдармен салыстырғанда өсіп келе жатыр. Мәселен, 18 жылы 20.138 бала дүниеге келген, 19 жылы 20.443, өткен жылы 22.000, биыл 23.000. Баяу өсім бар. Өсіп келе жатыр. Түсінікті. Енді Айша ханым, жалпы некеге тұратындардың орта жасы туралы айтып өтсеңіз? Некеге тұратындар Қазақстан Республикасының заңы бойынша кодексте көрсетілген 18 жас неке жасы болып табылады Қазақстан Республикасының. Және оның егерде ортақ баласы немесе аяқ ауырып жүктілік кезінде олардың жасы 18 жасқа толмаса да, оларды неке жасын төмендету арқылы қорытынды жасақтап, ата-аналардың келісімімен неке қиылады. Орта жасы қазір 20 жас пен 29 жас аралығында 70%-дайы сол некелер қиылған. Мысалға, біз биылғы айту тек тағы да 1638 некенің сол 70%-дайы сол жастар аралығындағы некелер. Оны кәмелетке толмағандар арасында. Иә, он неке қию туралы акт жазбасы осы біздің Ақтау қалалық ахат бөлімінің қорытындысы, осы Ақтау қаласы бойынша айтып отырған мәліметтер, Ақтау қалалық ахат бөлімінің қорытындысы негізінде олардың жүктілігіне немесе балалы болуына байланысты неке жасы төмендетіліп тіркелді. Ал енді мынандай сұрақ, шетел азаматы алыс жақын осы Қазақстанда жүріп некесін қия алады ма? Иә, некесін қия алады. Қазақстан Республикасы мен шетел азаматтарының арасында қиылған некелер бізде өте біраз бар. Басқа осы облыс көлеміндегі басқа аудандарға қарағанда көбі Ақтау қаласында тіркелген. Олар өздерінің жеке басын куәландыратын құжаттарын, нотариалды куәландырылған көшірмесін, құжаттар толық дұрыс толтырылу үшін ұсынады. Сонымен қатар өзі азаматы болып табылатын елде бұрын некеде тұрмағандығы туралы өзінің анықтамасын алып келеді. 6 айға жарамды сол анықтамамен тіркеу жүргіземіз. Қазақстан Республикасының азаматтары некеге тұру кезінде ешқандай құжаттар тапсырмайды, сәйкестендіру үшін өзінің жеке куәлігін ұсынады. Өзіміздің ахат тіркеу пункті ақпараттық жүйесі арқылы тиісті тексерулер жүргізіліп отырады. Ал енді мынандай сұрақ, жалпы жиі байқаймыз, мына әсіресе басқа өңірлерде байқалады, мына темір торға тоғытылғандар, яғни сотталғандар бар, солар бір некеге отырып жатады. Оның жүргізу тәртібі қалай? Яғни сіздің қызметкерлеріңіз сол колонияға бара ма? Заңдылықтары қалай? Егер де жазасын өтеу орындарында отырған адаммен неке қиғысы келетін азамат біздің ахат бөліміне хабарласады. Егер де ол адам осы Ақтау қаласының аумағында отырған болса, егер Астана қаласының аумағында отырған болса, олар ол Астана қаласының ахат бөліміне хабарласады. Яғни тұрғылықты мекен-жайы бойынша. Себебі ол біздің қызметкерлер өтінішті, ол отырған адам, жазасын өтеуші адам өзі жағын толтырады өтініштің, неке қию туралы өтініштің, оны сол мекеменің басшысы
қойған қолын мөрмен бекітіп растап, ол өтініш бізге келіп түседі. Бізге келіп екінші жақ бізден өзіміздің бөлімнен толтырып, сосын неке қию мерзімі белгіленгеннен кейін сол отырған жазасын өтеу орнына барып, біздің қызметкеріміз некесін қияды. Сөйтіп неке қию туралы куәлік беріледі. Түсінікті. Айзат мырза, енді келесі сұрақты былай қойғым келіп отыр. Айтып өтіңізші, жалпы енді отбасы құндылық, енді ол әрине ол жақсы, енді отбасын құрған, сонымен қатар ол демографиялық жағдайды жақсарту, халық санын көбейту, енді ол біздің негізгі идеологиялық саясатымыздың бірі. Бірақ отбасын құрумен қатар өкінішке орай ажырасу деректері де аз емес сияқты. Себебі бір кездері республикалық уәкілетті органдарда мынандай бір деректер келтірген, елімізде яғни 38-40%-ға жуығы ажырасқан бір жылдары. Яғни әрбір екінші отбасы ажырасып жатыр деген. Бізде қалай осы жалпы? Өткен жылмен салыстырсақ, биыл осы кезеңде қалай болып жатыр? Ажырасу көп па? Еліміздің ажырасу мен некеге отырудың көрсеткіші еліміздің әр өңірінде әртүрлі. Енді халықтың тығыздығына қарай оңтүстік өңірлерде некеге тұру туу көрсеткіші жоғары. Ал солтүстік өңірлерде керісінше. Жалпы өңірімізде алып қарайтын болсақ, 2020-19 жылға дейін некеге тұру мен ажырасудың айырмашылығы 30%-ға дейін жетті. Яғни бір жылы некеге тұрғандардың сол жылы 30%-ға дейін 3-тен 1 бөлігі ажырасу тіркелді сонша. Соңғы 21-22 жылдары 2020 жылда ажырасу саны аз болды. Енді ол кезде белгілі қатаң қозғалыс шектетілді пандемияға байланысты. Ол кезде көрсеткіш өте төменде. 4972 неке тіркелген болса, оның 289-ы ажырасты. Ал 2021 жылы 5617 неке тіркелген болса, оның 643-і ажырасқан. Енді олардың ішінен емес, өткен оның алдыңғы жылдары бұрын тіркелген некелерден. Дегенмен бұл 15% көрсеткіш бізге. Басқа өңірлермен салыстырғанда бұл жоғарғы көрсеткіш емес. Бұл орташадан төмен, орташадан төмен деп айтуға болады. Енді өмір болған соң енді ол кездеседі, қайғы елде де кездеседі, ажырасу. Енді әрине ол біз мемлекеттің басты мақсаты қоғамның, оны барынша төмендету. Енді мына сұраққа жауап беріңізші. Енді ол ажырасқан отбасыны енді ол түсінікті, ол татуластыру сіздердің құзыреттеріңізге тікелей жатпайтын шығар. Дегенмен соның алдын алу үшін, соның себеп салдарын анықтау үшін бір дөңгелек үстелдер, басқосулар, семинарлар болсын, жалпы жиындар болып тұр ма? Жалпы оның басты себеп салдары неде? Неліктен осындай динамика сәл көбейіп кетіп жатыр? Бізде керісінше азаюда. Енді 30%-дан жалпылама алғанда, енді республиканы қарайтын болса, көбею деңгейі байқалатындығы білінеді. Бірақ енді бізде аз дегенді жақсы, дегенмен соны мүмкін болдырмасқа. Енді әділет департаментімен арнайы зерттеу ол бойынша жүргізілген жоқ. Дегенмен бұқаралық республикалық деңгейде бұқаралық ақпарат құралдары және бір зерттеумен танысқам. Ол жерде қоғамның қазір ғаламтордың жылдам дамуымен, әлемнің жылдам өзгеруімен адамдардың да өзгеруіне алып келе жатыр. Ықпалы өте зор деп қазір арнайы жүргізілген зерттеу еліміз соған пайым жасап отыр. Соған жаңағы ғаламтордың әлеуметтік желінің ықпалының бар екенін осыған. Енді ол жерде тек қана оған ысыра салуға болмайды. Енді отбасыдағы әркімнің өзінің жауапкершілігі, оның ішінде ата-ананың, ата-ененің рөлі бар. Әртүрлі себеп болуы мүмкін. Әртүрлі себеп бар. Енді ол жөнінде ажырасуға келгенде бізде ажырасу екі түрлі жолмен жүргізіледі. Сот арқылы, немесе мүліктік және дау болмаса, және ортақ балалар болмаса, бірден тікелей азамат халықтен тіркеу орталығы. Бұл жөнінде енді тәжірибесімен Айша Заманбекқызы бөліскен дұрыс шығар. Қандай себептер айтатыны жөнінде?
Алып қосарыңыз болса? Иә, бізде 8 айдан 13.085 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Былтырғы жылы 14.061. Жаңа некені айтып өттік. Енді ажырасуға келетін болсақ, ажырасу туралы, неке бұзу туралы акт жазбалары ол біздің ахат бөлімінде тіркелетін, ол тек қана ортақ балалары жоқ, кәмелет жасқа толмаған ортақ балалары жоқ және неке ортақ мүліктері жоқ азаматтар ғана некесін бірлесіп берген өтініш негізінде бұза алады. Соңғы кезде жаңалықтарға байланысты екінші жақ келе алмай қалатын жағдайлар болады, басқа қалада тұратын жағдайлар болады. Олар электронды түрде өтінішті беріп, неке бұзатын кезде бір рет бергеннен кейін келе алмай қалатын болса, екінші рет берген кезде уже нотариалды куәландырылған өзінің келісімін бере отырып, неке бұзуды жүргізе алады. Бұрынғы кездерде 1990 жылдары неке бұзған, бірақ некесін бұзу туралы тіркелмеген жағдайларда кездеседі. Қазіргі кездерде бұзылып отырған отбасылар да бар. Мысалға, биылғы жылы 316 неке қию бұзу туралы акт жазбасы тіркелді. Былтырғы жылы 230 неке бұзу туралы акт жазбалар тіркелді. Бүгінгі күннің статистикасына тоқталатын болсақ, басқа сот шешімдермен тіркелетін неке бұзу туралы акт жазбалары бұрын 2019 жылдың 10 желтоқсанына дейін тіркеліп келді. Қазіргі сот шешімдері неке бұзылғаннан кейін сот шешімдері ахат органдарында тіркелуге жатпайды. Биылғы жылы осы 500-дің үстінде неке бұзу туралы ортақ балалары бар, немесе мүлікке дауы бар отбасылардың өтініштері сот шешімі негізінде бұзылып, 500-ге жуық осы бүгінгі таңда неке бұзылды. Былтырғы жылы 708 неке бұзылған болатын. Олар өздері неке бұзу туралы өтініштерін электронды түрде немесе бізге келіп береді. Жаңағыдай бірге келе алмайтын болса, өзінің келісімі арқылы, нотариалды куәландырылған келісім арқылы неке бұзу жүргізіп отыр. Жалпы енді мына әсіресе жас отбасылармен сөйлесесіздер ме? Жалпы мына отбасы сақтап қалудың қаншалықты маңызды екендігін түсіндіру жұмыстар жүргізілетін шығар? Ол жұмыстар бізде жүргізіледі. Бізде сот органдарымен, Ақтау қалалық екінші сотымен бірлесіп жас отбасыларға көмек көрсету мектебі ашылған. Біздің ахат органдарында екінші этажда орналасқан. Ол жерде психологтың қатысуымен, сот органдарының қызметкерінің қатысуымен және біздің ахат бөлімінің қызметкерлерінің қатысуымен, психологтардың қатысуымен жаңағы біз отбасылармен неке бұзуға өтініш берген немесе неке бұзғысы келетін отбасыларды шақырып, олармен кездесу өткіземіз, сөйлесу өткіземіз, бірнеше рет өткізіледі. Айына бір рет, кейде айына 2 рет өткізген кездер болды. Былтырғы жылдары, биылғы жылдары айына 1 рет өткізіп жүр. Түсінікті, рахмет. Енді Айзат мырза, жалпы әділет органдары сот орындаушыларымен қоян-қолтық тығыз жұмыс жасайтынын білеміз. Жалпы осы сот орындаушыларын тарту арқылы алимент өндіру жағы қалай болып жатыр? Мысалға, бізде төлемей жалтарып жүрген, жауапкершіліктен қашып жүргендер бар ғой, енді жоқ емес, өмір боласын кездеседі. Соларды мысалы бір талдау жүргізіле ме? Қанша адамды мысалы анықтадыңыздар, қанша адам мүмкін жергілікті мекен-жайын ауыстырып көшіп кетіп деген сияқты ондайлар болып жатқан шығар. Жалпы алимент өндіру жағы қалай болып жатыр? Иә, жаңағы неке бұзылғаннан кейін енді ортақ балалар болса, әрине басым көбінде ол алимент өндіруге бұрынғы жолдасынан сот орындаушысына жүгінеді. Барлығы жүгінбейді, ішінара алиментке таласым жоқ деп, алиментке бермейтіндер бар. Дегенмен бізге келіп түскеннен кейін қазір облыстың сот орындаушыларында 10 мың алименттік іс бар. 10 мың. Оның 6 мыңнан астамы борышкердің жұмыс орны бойынша өндіріліп отыр. Яғни жалақысынан, еңбек ақысынан өндіріліп. 3 мыңнан астамы ол өз еркімен төлеп отыр. Ал бізде нақты ешқандай да төлем жүргізбейтін категорияда тұлғалар бар, борышкерлер. Олар 350-400-ге жетпейді, 350-дің маңында. Осы жобадағы мүлдем алимент төлемейтіндер. Енді ол бойынша сот орындаушы заңда көзделген шараларды қабылдайды, шектеу қояды, шетелге шығуға шектеу қояды, жүргізуші көлік құралын жүргізу құқығын шектейді, банктік есеп шоттарын бұғаттайды, оның ішінде қаражатты алады қарыз есебіне, және әкімшілік және қылмыстық басқа да жауапкершіліктер бар, және ең ауыры ол әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктер. Әкімшілік жауапкершілік 5 күнге дейінгі қамақ, әкімшілік қамақ, административный арест. Қылмыстық жауапкершілік ол 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Өткен жылы бізде 21 борышкер шартты түрде
бас бостандығынан айыру жазасы берілді бір жылға дейін. Ал былай реально сұрап алғандар жоқ, солай ғой да? Басым бөлігі енді айыппұлмен жаңа шартты түрде сотталады. Шартты түрде, иә. Сол практика көбірек қолданып тұр ғой. Иә, енді ол жазаны тағайын белгілейтін ол судья. Судьяда енді адам тағдыры, жаңа оны қабылдайтын шешіміне бірнеше фактор бар әсер ететін. Егер жаңа айтып отырған 21 тұлға әрі қарай сот шешімін орындамай алимент төлемейтін болса, оларда тәуекел жоғары, шынайы срок мерзім кесілуіне. Түсінікті. Енді мына жастар отбасын құру кезінде жалпы нені білген абзал? Отбасын құру кезінде енді бұрынғы некеде тұрған болса, ол некесін бұзу, бір-бірінің денсаулықтары туралы білу керек олар деген. Балалы болған кезде бізде өзімізде Әділет министрлігі дайындап берген брошюралар бар. Отбасы құрудың маңызы, балалы болғанда қалай болады, солардың барлығы брошюралар келген жастарға таратылып отырады. Оның ішінде көп маңызды мәселелер жазылған. Балалы болғаннан кейін отбасы сақтау, жаңа әртүрлі біз өзіміз неке қию кезінде оларға түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Неке бұзуға келген кезде де оларға неке бұзуды тоқтатуын сұрап, оларға әлде де ойлану керек деп түсіндіру жұмыстары жүргізілетін үнемі түрде. Және консультация беру орталықтарына шақырып, психологпен сөйлестіру, біздермен қызметкерлермен сөйлестіру, сот органдарының қызметтерінің қатысуымен сөйлесу жүргізіледі, әңгімелесу. Олар өздерінің бір-бірінің денсаулығы туралы білу міндетті. Енді отбасы құндылығын бәрі де жан-жақтан айтып жатыр ғой, бірақ енді нақты әр отбасыға келгенде, оның ішінде жас отбасы болғанда, оның психологиялық және басқа да көмек қажет. Енді оның отбасы туралы, ажырасу себебі туралы, отбасы құру туралы әркімнің өзінің жеке пікірі бар енді. Көрген, білгеніне қарай, жасына қарай әркімнің пікірі бар әрине, кімнен сұрасақ та. Дегенмен бұл жерде оның ішінде жас отбасыға бір үшінші тұлғалардың көмегі қажет деп ойлаймын. Психологиялық сол кедергілерден өтуге. Себебі мәселен бізде бұрын ешқандай мемлекеттік орган болмаған кезде, қазақ өзінің ата-бабамыз өзінің жазылмаған салт дәстүрімен, заңымен жүрген кезде, ондай бізде болған жоқ, мысалы, тарихтан белгілі. Бірақ отбасы сақтап өмір сүрді, балалы болды, ұрпақтар тарады. Енді сол кездегі отбасында ата-ананың шығар түсіндіру жұмысын жүргізген деп ойлаймын. Дәл солай бізге енді ата-ана тарапынан бола ма, әлде мемлекет тарапынан басқа да жаппай түсіндіру жұмыс жүргізу керек па, бұқаралық ақпарат құралдары осындай ықпал ету қажет сияқты деп ойлаймын. Түсінікті. Енді былтыр Ахаш орталығында медиация кабинеті ашылғанын ақпарат құралдарынан білеміз. Айтыңызшы, жалпы ол өзінің жемісін беріп жатыр ма? Қаншалықты жиі хабарласады адамдар? Жаңағы айтып отырған, негізі көп жастар оған келгісі келмейді, бірақ сотқа жүгінген кезде соттар жаңағы біздің ашылған кабинетіміз деп айтып отыр, жастарға көмек көрсету орталығы, сол соттарға жүгінген кезде неке бұзу туралы өтінішпен. Олар міндетті түрде осы медиаторлардан, психологпен әңгімелесу жүргізу, соған қатысуын сұрайды. Сөйтіп біздің Ахат бөлімінде арнайы кабинет бар дедік, сол кабинетке келіп, сол жерде әңгімелесу жүргізіледі. Ол медиаторлар енді екі жақты шақырып, немесе бір жақпен оның мәселесі туралы бәрін әңгімелесіп, толықтай сөйлесіп, түсіндіріп, көп отбасылар ажырасуды тоқтатқан жерлері бар, көмегі бар, ол медиаторлардың қатысуымен жүргізіліп жатыр. Енді жалпы туу көрсеткіш туралы да бір ақпарат беріп өтсеңіздер, жыл басынан қалай болып жатыр? Туу жаңа айтып өттім ғой. Өңіріміз өсіп келе жатыр. Халық саны өсіп келе жатыр. Сәйкесінше баланың туу көрсеткіші де артады. 2018 жылы 20.138 бала туылған болса, 20.138. 2021 жылы 23.474 өсіп келе жатыр. 23.000 қазір
өткен жылы 23 мың жарым бала туылған өңірімізде. Түсінікті. Енді мына отбасы күніне көрермендерге маңғыстаулықтарға айтарыңыз бар ма? Дүниеге шыр етіп келген баланың отбасы келген үйі, отбасы аман болсын, ата-аналары аман болсын, олардың босағалары берік болсын деген келеді. Тілегіңіз жүрек жарды. Ең бірінші біздің өзекті мәселе ол отбасы сақтап қалуы. Ажырасу көрсеткішін көріп отырмыз. Енді Құдайға шүкір азайған, төмендеген дегенмен де. Әлде де төмендеген тілейміз. Әрине. Себебі біз алимент өндіруге келген әйел адамдарды келеді бізге. Алимент төлеуге келген сот орындаушы шақырған ер азаматтар да келеді. Кейбірде ішінде әңгімелесу барысында қосылуға қайтадан қарсы еместер де кездеседі, ішінара кездеседі. Сондықтан жаңағы енді бәлкім жаңа конфликтлік жағдайдан өткеннен кейін оның болмашы өткінші екенін түсінген шығар. Осындай кезде бір қолдау орталығы керек. Және некеге отбасын құруға дайындалып жүрген азаматтардан, жастардан, олардың ата-аналарынан оларға жаңағы үйленуге асықпауын. Бірінші жан-жақты отбасы туралы кішкене толығырақ білу керек. Психологтардың кеңестерін тыңдау керек. Қазір бізде енді ғаламтор жетілген, ғаламтор арқылы үлкеннің айтқанынан қандай өмірдің этаптары бар екен, отбасылық өмірдің, Осыны алғышарттар есебінде қарап, бірінші содан титтей болса көмегі тиеді деп есептеймін. Түсінікті. Айзат мырза, Айша ханым, сіздерге көп рахмет. Уақыт тауып келіп, осы маңғыстаулықтармен құнды ақпараттармен бөліссеңіздер деп ойлаймын. Не айтамын, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Бұл енді біздің алғашқы және соңғы кездесуіміз емес деп ойлаймын. Әлде талай осы студияда кездесіп, осы төл арнаның төрінде арнайы хабарда жолығып, біраз сұрақтарға жауап іздеп, көрермендеріміз құнды ақпараттарға әлде қанық болады деп өз басым сенемін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Көп рахмет. Қадірлі телекөрермендер, осымен арнайы хабардың кезекті саны аяқталды. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Төл арна әрқашанда қосулы болсын.